Бір айлық қыз баласын бөгде адамға сатпақ болған әйел ұсталды. Алматы облысы Іле ауданының 27 жасар тұрғыны қызын өткен жылдың желтоқсан айында өмірге әкелген. Алайда ақшаға деген мұқтаждығы аналық мейірімінен асып кетсе керек. Ол баласын 180 мың теңгеге бағалапты. Толығырақ тілші баяндайды. Бала саудасы Бостандық ауданында кешкі 7-лерде белгіленіпті. Бұл хабарламаны ішкі істер департаменті жедел тексеріп, бала сатушыдан 180 мың теңге тәркіленіп алынды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18. Ұсталған келіншек өз кінәсін мойындап отыр. Бұл әрекетке ол материалдық жағдайының жоқтығынан барғанын айтады. Мен өзім көңілмен шыққан ақшаны берді жүрмін. Действительно оған айтпадым. Қанша ақша берді ол сізге? Білмеймін, санап. Берген кезде қанша сома деп айтты? Айтпады. Аталған іс бойынша қылмыстық іс қозғалып, баланы сатушы да, сатып алушы да әзірге жауап беру үстінде. Нақты себептері мен айыптары анықталған соң іс сотқа жолданбақ. Жаңа қылмыстық кодекстің 135 баптың нормаларына сәйкес, ол келіншекке 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру мерзімі көзделіп отыр. Айта кету керек, бұған дейін де Қарағанды облысында бала саудасы тіркелген болатын. Ал Алматы қаласы ішкі істер департаменті қызметкерлерінің айтуынша, саудаға түскен сәби қазір медициналық тексеруден өтіп жатыр. Денсаулығы қалыпты деп табылса, оны балалар үйіне тапсыруы мүмкін. Ақбота Мұсабекқызы, Сержан Жиренбаев, Қазақньюс, Алматы.